Мен енді блогинг бастаған кезде қандай да бір дәрежеге жеткесін, осылай қалай блогер болуға болады деп, осындай бір кеңестермен видео түсіремін деп ойлайтынмын. Енді сондай видео түсіруге уақытым келген сияқты. Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Аржан, және де бүгінгі видеода мен 4 жылдық ютубта тәжірибесі бар, 50 мың оқырманы бар, инстаграм, тиктокта видеолары 100 мың, 500 мыңға дейін қаралым жинайтын, және де 3 миллионда қаралым жинаған бір видеом бар. Кстати, атақты брендтермен сотрудничество жасайтын бұл. Сәлем, сізбен университет Казгю. Блогер ретінде өзімнің бір талай кеңестермен бөліскім келіп отыр. Как-никак мен айтпағанда кім айтады деген сияқты тема ғой. Давайте барынша ашылып отырайын. Мен мұнда қысылып емес, өзіміз отырып естіп әңгімелесек та. Міндетті түрде суларыңызды, көпелеріңізді алмаңыздар. Мен мұнда 1 литр суымды алып алдым. Өйткені мен бүгін көп сөйлеймін, аузым кеуіп кетпесін деп. Уже аузым кеуіп отыр. Давайте алдымен блог деген терминге тоқталып өтейік. Сіздер үшін блог деген не? Блог деген нәрсені сіздер қалай түсінесіздер? Блогинг, блогер. Егер де блог деген ол просто контент, жаңағыдай блогерлердің жасайтын, салатын видеолары, контенті деп ойласаңыздар, олай емес. Блог это более чем контент, более чем видео, просто видеодан да тереңірек жатқан нәрсе да. Блог ол тұлғаның осылай экран арқылы, осындай видеолар, контент арқылы ашылуы. Орысша түсініктірек болуы мүмкін. Блог это то, как может раскрываться личность через экран. Жай бір осындай видеолар түсіріп салсам болды, контент, қызықты контент түсірсем болды, сосын подписчик жинаймын, сондай. Біз өте таяз ойлаймыз да, бірақ та блог одан да тереңірек жатқан сондай үлкен жұмыс. Мен өзім блогты кәдімгідей полноценный өмір ретінде көремін. Блог ол өмір. Просто экран арқылы. Блогты мен өмірге толықтай теңестіре аламын, өйткені қазіргі блогерлер, олар тек қана жаңағыдай идеальный өмірді емес, жалпы шынайы өмірді көрсетіп үйреніп жүр. Мен де соны көрсетіп үйреніп жүрмін. Біз блог арқылы ішіп жегенімізді көрсетпейміз. Бүгін мен осындай тамақ жедім, қазір мен тісімді жуып жатырмын, қазір мен мектепке барып келдім, қазір мен сабақ оқып жатырмын деген сияқты нәрселерді көрсетпейміз. Блин, на холодильниктің дауысы естіліп тұрған жоқ па? Естіліп тұр ма? Біз өзіміздің өмірде кешкен оқиғаларымызбен және сол оқиғаларға байланысты опытымызбен бөлісу арқылы адамдарға как-то влиять етеміз. Олардың да біздің басымыздан кешкен нәрсені, мысалға біздің жасаған қателіктерімізді олар қайталамасын деп көмектесуге тырысамыз. Мысалға, біз барынша өзіміздің өмір сүру салтымыз арқылы оларды да сондай бір салауатты өмірге шақырамыз. Олардың да солай дамуына, өсуіне ықпал етеміз. Міне блогердің міндеті, мақсаты осы деп білемін. Негізінде, блог туралы шексіз айта беруге болады. Айта берсем, мынау минут жетпейді. Егер де сіз дәл осы видеоны қарап отырсаңыз, бұл бекер емес. Вот честно, неге қаншама Қазақстанда 18, даже 19 миллион халық тұрады да, и соның бір, білмеймін, 5 мыңы, 10 мыңы, 20 мыңы мысалы осы видеоны қарап жатыр. Неге именно сізге осы видео түсті, немесе неге осы видеоны бастыңыз? Бұл бекер емес, бұл жайдан жай емес. Егер де дәл осы сөзді естіп жатсаң, онда саған дереу блог бастау керек. Осы видеоны қарап жатсаң, значит, сенің миыңда блог бастау керек еді, блин, блогер болғым келеді деген ойлар жүр деген сөз да. Ал егер сенің миыңда сондай ойлар болса, значит, бұл орындалмай қалмауы керек. Өйткені Аллах саған бұндай ойды жайдан жай салған жоқ. Өйткені Аллах саған осы видеоны қарашы деген ойды жайдан жай салған жоқ та. Бұрыннан бері блогер болғың келіп жүрсе, онда бүгіннен, қазірден блог жүргізіп бастайды. Себебі блогер болғысы келмейтін адамда, мысалға, бұл видеоны баспайды да, оларға бұл видео шықпайды да, понимаете? Неге именно сен блогер болғың келеді? Может, сен болашақта 1-2 жылдан кейін танымал блогер болып кететін шығарсың. Может, дәл менің жанымда отыратын шығарсың. Может, бірге күшті бір блогерлердің тусовкасында жүретін шығармыз болашақта. Блогер болғысы келмейтіндер бұл сөздерді естімейтін да еді, понимаете? Оларға бұл видео шықпайды да, олар басқаша бір сериалдар, видеолар көреді. Оларға бұндай видео шықпайды ғой. Құдай бізге кез келген бір миымызға идея салса, ол идеяны дереу жүзеге асыру керек. Мысалға, менде әрдайым солай. Аллах маған миыма бір ой салса,
блин, осындай бір деген жасасам ба екен, осындай проект жасасам ба екен, осындай видео түсірсем ба екен. Кезінде дәл солай 4 жыл бұрын блог бастағым келді и бастадым. Вот куда меня привела эта мысль. Аллах бізге қандай да бір ой салса, сол ойды жүзеге асыру үшін бізге бірдей энергия жібереді екен. Және сол энергияны как раз сол ойды жүзеге асыруға кетірмесек, біз басқа нәрсеге сливать етсек, энергияны басқа нәрсеге кетірсек, онда энергия да саған ренжейді, типа, мен негізінде саған осы идеяны жүзеге асыру үшін келіп тұрмын ғой, неғып сен мені басқа вообще там телефон қарауға кетіріп жатсың, неғып қорқуға кетіріп жатсың деп айтады саған энергия. Қарапайым тілмен, өмірде жылдам адамдар всегда бай болады, олар всегда алда болады. Яғни миына бір идея келсе, сразу жүзеге асырса, ол адам тезірек жылжиды и алда болады. Дәл осы себептен саған дереу блог баста деп айтып жатырмын. Көп адамда еще сенімсіздік бар да, типа блог бастаудан қорқуы мүмкін. Сондай блог бастау деген ой бар миында, бірақ та қорқады, бастай алмаймын деп ойлайды да. Бірақ та мынандай бір өте күшті принципті ұстануға кеңес беремін. Мен өзім осы ұстаныммен өмір сүремін. Мен всегда миыма идея келсе, менде тек қана сол идеяны жасау деген вариант қана бар. Жасамау деген вариант жоқ. То есть, неважно, соңы неудача бола ма, қолымнан келмей қала ма, білмеймін. Бірақ самый главный мен жасаймын, понимаете? Менде жасамау деген вариант жоқ. Дәл солай блогер болып бастамау деген вариант жоқ. Жасамау деген блогер болмау деген вариант сенде жоқ. Болып көр, попробуй. Шынымен де блог ол әр адамға еркіндік сыйлайды. Блог ол еркіндік. Шынымен де мен мысалға жасым 18-де мен ондай бір таңнан кешке дейін жұмыс істемеймін. Мен өзімді ондай жұмыспен ешқашан елестете алмаймын. Мен еркін адаммын. Кезінде мен блог бастағанның арқасында, мысалға бүгін мен осындай бір күшті үйге келіп, съемка жасап жатырмын. Қалаған бір түске дейін ұйықтап, түсте таңғасында ішіп, асықпай үйге келіп съемка жасап жатырмын. И всегда осылай. Блог шынымен де маған үлкен еркіндік сыйлады. Вроде мен таңнан кешке дейін жұмыс істемеймін, мысалға графикпен істемеймін, бірақ та мен ақша тауып жатырмын, понимаете? Как раз менің доходымның 60% ол осы блогтан деп ойлаймын. Блогингте жалпы аудиторияға шектеу жоқ, ол блогингте табысқа шектеу жоқ. Одан бөлек блогингте жасқа, генге, жынысқа бөлінбейді, ұлтқа бөлінбейді блогинг. Жасың 5-те бола ма? Или там 40-50-60-та бола ма, маңызды емес, сен любой жаста блог жүргізе аласың. Бұлай ойламау керек. Қазір бәрі блогер, бәрі бір мен кім қарайды деп. Нет, ойбай, подписчикті қайдан табамын деп сондай да ойламау керек. Өйткені дәл сенің қызығушылықтарыңа сай, сенің ойыңа сай, сондай общий темасы бар адамдар табылады. По-любому табылады. Понимаете? Может, как раз дәл сен сияқты блогер осы Қазақстанға жетіспей жүрген шығар. Вот ешқашан рынок толып қалды деп ойламау керек. Бос орын көп, әсіресе саған. Міндетті түрде бос орын болмаса, біреуді итеріп сен болып ал деген сияқты ғой. То есть, олай айтуға тоже болмайды. И одан бөлек көбісі ойлайды да, блог жүргізу үшін, ой, менде iPhone жоқ, ой, мен үйім бытшыт, ой, мен ауылда тұрамын, менде штатив, кольцевой лампа жоқ, мен блогер бола алмаймын деп ойлайды да көбісі. Бірақ та адамдарға негізінде сенің күшті айфоның, күшті үйің, күшті қалада тұратының керек емес. Адамдарға сен керексің. Вот тек қана сен керексің. Себебі адамдарға адам керек қой. Адамға адам ғашық болады. Понимаете? Просто неважно, сен Samsung-пен де бастай аласың. Осындай тұрып жатқан үйінде де бастай аласың. И басында адамдар саған ғашық болады да, сенің сондай бір болмысыңа, табиғатыңа ғашық болады. Сосын уже видеоларының сапасын арттыра берсең болады, кейін жаймендеп. Себебі сені қарайтын ол күшті бір миллионер, бай адамдар емес қой. Сені қарайтын қарапайым сен сияқты адамдар. По-любому өздерінің де сен сияқты проблемалары бар, таракандары бар миында. Қазір осылай бастасаң, 3-4 жылдан кейін сен әлде қайда әдемірек үйде тұратын боласың. 3-4 жылдан кейін сенің айфоның болады да. Ой, айфон алайыншы, сосын бастайын дейді да, айфон алғасын тұлпа бастамайды. То есть ол айфонға байланысты емес, ол саған байланысты. Сен шешесің қашан бастау керектігін. Келесі айтатын кеңесім, өз бағытыңды тап. Фуд-блогер, фитнес-блогер, тревел-блогер деген сияқты. Өзіңнің нақты бағытыңды тапқан кезде нарықта орын алуың да оңайырақ болады. Нақты өзіңнің нүктеңді, өз орныңды білген кезде.
Видеоға идеялар табу да оңайырақ болады. Келесі маңызды этап ол бізде оформление немесе упаковка. Егер де ютубта канал ашқың келсе, ютубыңның оформлениясы өте маңызды. Ал инстаграмда упаковка. Яғни жаңағыдай ютубта ол баннер, обложка, аватарка, инстаграмда ол био, ава, хайлайтс, оның барлығы визуал, ол упаковкаға жатады. Және де достар, осы үшінші этап, үшінші пункт сіздерде дұрыс болмаса, онда барлық тырысқаның бекер. Видеоларыңның сапасы қаншалықты күшті болса да, қаншалықты сен күшті өзіңнің тұлғалығыңды көрсете алсаң да, егер де соны әдемілеп, орап, упаковкалап көрсетпесең, оны ешкім қарамайды. Мысалға, Louis Vuitton деген күшті люкс магазин. Ол магазин әдетте Есентай деген сияқты бір элитный районда емес, вообще базарда тұрса. Базарда жанында там бомждар жатса, жаңағыдай жанында мусорлар, ашық мусорлар жатса, сасып жатса, ана жерде Louis Vuitton магазин тұрса, дәл сол жерде. Әдемі элитный районда емес, базарда тұрса сол, бірақ та дәл сол ішіндегі заттар, дәл сол бағамен, дәл сол сападағы заттар. Бірақ районы онша емес та. Ондай кезде алатын бедіңіздер сол Louis Vuittonнан бірдеңе. Вряд ли аласыздар, өйткені как раз дәл упаковка мен оформленияны дәл сол район ретінде алсақ болады. Қаншалықты район әдем болса, біз сол райондағы магазиннің ішіне кіріп көргіміз келеді, ішінде не бар екен деп қызығамыз. Дәл солай оформление әдем болса, мысалға ютубта сырты әдем болса, міндетті түрде ішінде көрейінші деп қызығатын болады. Яғни сырты әдем болмаса, ішіне ешкім үңілмейді. Өмірде де солай ғой. Мысалға, мына келбетің онша емес болса, ішіне ешкім үңілмейді. Себебі барлық адамдарға әдемілік ұнайды. Барлығына әдемілік ұнайды. Келесі маңызды негізгі этап ол әрине контент бөлігі. Блогтың 80%-на контент жауап береді деп ойлаймын. Сен сияқты адамдар қарайды. И адамдарға шынайылық керек. Понимаете? Бірақ та бұл сапалы контент жасамау керек деген сөз емес. Әрине, барынша сапалы контентке ұмтылу керек. Контент арқылы адамдарды өзіне баурап ала білуің қажет. Өйткені сол видеоны қарап отырып, әрі қарай бергісі келетіндей, жаңағыдай блогерді тыңдай бергісі келетіндей, солай бір сөйлеп, өзіне баурап ала білу қажет. Мықты актуальный тақырыптармен видеолар түсіре алу қажет. Жалпы көбісінде басында қандай видео түсіремін, идеяларды қайдан аламын деген сияқты проблема өте жиі кездеседі. Сол себепті мен YouTube видеоларға арналған идеялар атты гайд жасаған болатынмын. Сол себептен де ол гайдты алу үшін менің инста парақшама жазылыңыздар, және де инстаграмма жазыңыздар, мен гайдты алғым келеді деп. Бұл гайдта как раз мен YouTubeға қандай видеолар түсіруге болатыны жайлы бірнеше күшті идеялармен бөліскен болатынмын. Сол себептен де сіздерді сол инстаграмда күтемін. Сонымен достар, бүгінгі видео сіздерге ұнады деп үміттенемін. Барынша сіздерге шабыт бере алдым деп үміттенемін. Ендеше келесі видеоларда кездескенше. Пока-пока.